Құрметті оқырмандар, кітап сүйер қауым. Бір ел бір кітап республикалық акциясы аясында поэзия жанры бойынша арқаның ақиық ақыны Серік Ақсұңқарұлының Көкейімде Күлтегіннің жазуы атты жаңа жыр кітабы таңдалды. Заманауи мәдениеттің жарқын өкілі Ақын Серік Ақсұңқарұлы бұл өлеңдер жинағы үшін Абай атындағы әдебиет пен өнер саласындағы 2020 жылғы мемлекеттік сыйлықтың иегері атанды. Серік Ақсұңқарұлы 1950 жылы 29 наурызда Қарағанды облысы Ақтоғай ауданы Қызыларай совхозында дүниеге келді. 1974 жылдан баспасөз орындарында қызмет істеген. Ақтоғай арқа еңбеккері, Талды аудандық шұғыла газеттерінің тілшісі, бөлім меңгерушісі, 1981-89 жылдары Қарқаралы аудандық коммунизм таңы, қазіргі Қарқаралы газетінің бөлім меңгерушісі, одан кейін облыстық орталық Қазақстан, 1990 жылдан Қазақстан жазушылар одағы облысаралық бөлімшесінің хатшысы, ал 2000 жылдан бастап Қазақстан жазушылар одағы Қарағанды облыстық бөлімшесінің директоры болып тағайындалды. Шығармашылық жастардың республикалық жігер фестивалінің лауреаты, Қазақстан Республикасы президентінің стипендиаты, 1986 жылдан КСРО жазушылар одағының мүшесі, 20-дан астам поэтикалық жинақтың авторы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты, Ақтоғай және Қарқаралы аудандарының құрметті азаматы. Серік Ақсұңқарұлы өлеңді 13 жасынан бастап жазған. Ол бүгінде әдеби орта мен қалың оқырманның ілтипат құрметіне бөленген. Көктем тынысы, Қарлығаш, 20 ғасырдың 20 сәті, Жас тасқын, Қызыларай, ғасыр кардиограммасы, Адам ата Хауа ана, Көкейімде Күлтегіннің жазуы жыр жинақтары, Өмір деген күнді айналу, Төбемнен жауһар жауын тұр, Қыпшақ хиссасы атты өлең поэмалар жинағының авторы. Пушкин, Ахматова, Цветаева, Евтушенко, Рождественский, тағы басқа шетел ақындарын қазақ тіліне аударды. Өз өлеңдері испан, әзірбайжан, орыс, украин, түркі, қырғыз, моңғол тілдеріне аударылған. Ақын қандай тақырыпқа жазбасын, өлең жолдарынан өзіне ғана тән биік азаматтық, қаһармандық, сүйіспеншілік лебі есіп тұрады. Құрметті оқырмандар, Серік Ақсұңқарұлының әр жинағын оқыған сайын Борхестің кітап оқырманға қуаныш сыйлау керек деген сөзінің растығына көз жеткізгіңіз келсе, ақынның шығармаларын оқуға кітапханаға шақырамыз. Жау күйініп, дос сүйініп қарасын, ғажап бүгін кез жер көктің арасын, қазақ тілін тастап көшкен жұртыңа, азаттығым қайда жөнеп барасың? Жігер болса жетеңде, һәм діліңде, енділесе қоймассың жат ілімге. Азаттығым көтеріліп аспанға, сен сөйлейсің қашан қазақ тілінде. Ауыл көшті, алтын бекет қала деп, жүрегімде назада көп, нала көп. Азаттығым аспанға ұшсаң самғай ұш, қазақ тілін қос өзіңмен ала кет. Жау күйініп, дос сүйініп қарасын, ғажап бүгін кез жер көктің арасын, қазақ тілін тастап көшкен жұртыңа, азаттығым қайда жөнеп барасың? Қайырлы күн, қымбатты достар. Дәл қазір сіздер Ақын Серік Ақсұңқардың «Қайда ұшып барасың» атты өлеңін тыңдадыңыздар. Бұл өлеңде ақын қазақ тілінің, біздің ана тіліміздің тағдырын, тіл ғұмырлы болмаса, ел азаттығы үшін алаңдауға негіз бар екендігін әсерлі жеткізген. Ақын Серік Ақсұңқардың «Көкейімде Күлтегіннің жазуы» атты жаңа жыр жинағы 2020 жылы жарық көріп, биыл бір ел бір кітап республикалық акциясы аясында көпшілік қауымның оқуына ұсынылып отыр. Автор дәл осы жыр жинағы үшін Абай атындағы әдебиет пен өнер саласындағы 2020 жылғы мемлекеттік сыйлықтың иегері атанды. Егер ақынның басқа да өлеңдерін оқып көргілеріңіз келсе, Көкейімде Күлтегіннің жазуы атты кітапты оқуға шақырамыз.